Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өзімнің ең сүйікті тортым Whoopie Pie'дің оригинал рецептісімен бөлісетін боламын. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қарап, менің арнама тіркеліп қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Ең алдымен 4 жұмыртқамызға қантымызды қосып миксерлеп бастаймыз. Миксердің жай жылдамдығынан бастай отыра, екеуі аппақ болып ағарғанша жақсылап миксерлейміз. Келесі кезекте сары майымызға 1 плитка Қазақстан шоколадын бөліп салып, екеуін микроволновкада жақсылап ертіп аламыз. Екі массаны араластырып, жақсылап тағы бір рет миксерлеп жібереміз. Құрғақ заттарымызды алдын ала бөлек дайындап аламыз. Разрыхлитель, ұн, какао үшеуін електен өткізіп, массаға қосып, жақсылап миксерлеп аламыз. Пергамент қағазына осылайша диаметрі 22 см болатындай етіп, 4 пергамент қағазына бірден сызып шықтым. Және де массаны кондитерлік мешокқа салып алдым. Бұлай жасағанды қаламасаңыздар, бір қасықпен әрқайсысына 4 пергамент қағазына 2-2 қасықтан сала отырып, қасықтың көмегімен тіке етіп шықсаңыздар болады. Немесе видеода көріп тұрғандарыңыздай, мен сияқты осылай біркелкі етіп шығып, үстін тікелеп жіберсеңіздер болады. Әрбір коржды 7-10 минуттан қызып тұрған пеште 180 градуста пісіріп аламыз. Кремін дайындап аламыз. Ол үшін бізге творожный сыр мен сахарный пудраны алып, жақсылап миксерлейміз біркелкі болғанша. Творожный сыр мен сливки міндетті түрде холодильникте крем жасардан алдын 2-3 сағат тұрған болуы керек. Үстінен сливкиді қосып, жақсылап тағыда миксерлеп, крем қылып жасап аламыз. Корждарды пергамент қағазына міндетті түрде суығаннан кейін ғана барып аламыз. Енді тортымызды жинап аламыз. Ол үшін кондитерлік мешокқа кремімізді салып, осылайша дөңгелек шариктер шығарамыз. Менде Whoopie Pie'дің насаткасы жоқ болғандықтан басқа насатканы пайдаландым. Сол үшін де менің шариктерім кішкентайлау болып қалған. Негізінде Whoopie Pie'ға номері 807 деген насатканы пайдаланады. Сонда шариктеріңіз үлкен болып, әдемі болып шығады. Және де ортасына осылай крем жағып, келесі коржымызды қойып, дәл осы қимылдарды қайталай береміз. Ең бетіндегі коржды кішкентайлау етіп кесіп аламыз. Сонда шоколадты осылай құйған кезде ағып әдемі болып шығады. Осылайша бетіне шоколадты ертіп аламыз. 1 плитка Қазақстан шоколады мен сары майды ертіп, құрамдарының барлығын описанияға жазып қалдырып кетемін. Бетіне осылайша жағып шығып, кез келген фрукты және де кез келген шоколадтармен сәндеп қоя берсеңіздер болады. Бұл тортты жасап көрмеген адам жоқ шығар деп ойлаймын. Дәмі өте әдемі болып шығады. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен болған арайлым.